Үй жағдайында домашний лагман жасалатын лагманымыз. Ол үшін бізге етті осылай кубикпен турап аламыз. Көкөністерді сәбіз, бассай, перец, жандо, селдірей бәрін осылай әдемілеп майдалап турап аламыз. Бірінші қызып тұрған майымызға етімізді қуырып аламыз. Етімізді жақсылап араластырып қуырамыз, суы тартылғанша. Біздің етімізіне осылай суын жақсылап тартып қуырылды. Еттің сорпаның дәмді болуы осылай қуырып пісірген кезде етін жақсылап қуырып аласыздар, суы тартылғанша. Және де пиязды жақсылап қуырасыздар. Кішкене чеснок салып жібереміз. Мінекей пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді томатымыз салып тағы да қуырып аламыз. Томатымызды салып осылай қуырып алып, сәбізімізді бәрін салып жақсылап араластырып қуырамыз. Мінекей овощарымыз етімізбен бірге, томатымыз бәрі бірге жақсылап қуырылды. Тұз бұрышын салдық. Су құйып қайнағасын тағы да көреміз. Енді су құйып, дайын болғанша қайнатып пісіріп аламыз. Суымызды құйдық. Қазір қайнағаннан кейін астын жай қоямыз да 1 сағат 45 минут 1 сағатқа қайнатып пісіріп аламыз. Лагманымыз пісті. Ас болсын.